Мен айттым ғой сендерге, сендер мені жынды дедіңдер. Міне, айтқанымдай келді, бәрі мені жынды деді Гейджи Тат дегенде. Иә достар, ақ үйдегі жекпе-жек барлығы нокаутпен бітті. Өте керемет, өте әдемі жекпе-жектер болды. Менің болжамым бойынша бесеуі дұрыс келді, екеуі қате болды. Ол Льюис пен Топурия жеңіліп қалды менің болжамым бойынша. Енді толық жекпе-жектер менің телеграм арнамда тіркелуді ұмытпаңдар. Сілтемесі осы бейненің төменгі жағында. Иә достар, расымен ақш-та ақ үйдің алдында америкалық жауынгер құлап қалады, талады, нокаутқа жібереді, өзінің адамын, өзінің жауынгерін сондай нәрсеге қия ма? Солай ойладыңдар ма? Деп көбісі айтып жатыр. Бұл бой сатылды, бұл барлығы саясат. Дональд Трамптың сатып алған нәрсесі Илья Топурияға көп ақша берді деп барлығы айтуда. Шыны керек, бірінші рет жекпе-жекті қарағанда мен де солай ойладым. Тіпті мен осыған дейін болжам кезде айтқан болатынмын. Бір нәрсе болады-ау, бірақ рас өтсе барлығы Топурия ұтады деп ойлаған еді. Ақ үйде UFC Америкада өзінің жауынгерін мейн-ивентте үйтіп талдырып позор бола ма деген сұрақ келеді. Бірақ та барлығы әділ өтіп, қалай рас солай шығатын болса, Илья Топурия жеңеді деп ойлаймын. Сосын жекпе-жекті қарап отырып, Топурияның жеңілгенін көріп отырып, мен болды, оның бәрін сатып алды-ау деген едім. Бірақ та әзір толығынан қайтадан қарап шықтым және сендермен бірге осыны бөлісіп көргім келіп тұр. Бірге қарайық. Бірінші раунд Илья Топурия жақындауда. Міне жақындаған түрін қараңдаршы. Былайынан кім жақындайды? Дистанцияны олай сокращать етпейді. Білмеймін, сасқалақтағаны ма, удармен, финтпен, сондай арқылы жақындайды адам деген. Былай емес. Дилетант ретінде неге өзін көрсетіп тұрды, мен мүлде түсінген жоқпын. Алғашқы раундта қарапайым Топурияны көрген жоқпын. Мүлде басқа бір Топурия болды. Одан кейін джеб. Джастиннің бір ондай мықты ештеңкесі болған жоқ. Жіберіп жатқаны құр джеб. Джебті сол Илья Топурия бетпен қабылдауда. Өзі соған подставляция етеді, келет банағыдай былайынан келетті жейді, келетті жейді. Бір-екі ударлардан ғана уклон жасайды. Қалған барлығын жеп жатыр. Неге жеп жатыр? Мүлде түсініксіз. Қайтадан ойладым, мына Топурияның ойында не бар, не істейін деп тұр, бір ударға салынайын деп тұр ма дедім. Әрі қарай кеттік. Міне, осы сәт ең маңызды сәт. Осы удардан кейін, апперкоттан кейін нақтырақ айтсақ, жекпе-жек мүлде өзгерді. Қайтадан қарайық. Естеріне сала кетейін, дәл осы удармен Рафаэль Физиевті да Гейджи сабаған болатын. Бұл грязный бокс, лас бокс деп аталады. Мойыннан ұстап тұрып, тейкдаун жасайтын секілді финт жасайды. Одан кейін оң қолымен үстіден ат келіп апперкот жібереді. Физиевті солай құлатқан болатын, ал мына Илья Топурияның дәл оң көзіне тиген болатын. Көріп тұрғандарындай лезде сол оң көзін жауып қойды, қорғап. Сол кезден бастап Илья Топурияның оң көзімен проблема, мәселе басталған болатын. Оң көзбен көрмей бастады, бірақ та Гейджидің барлық жекпе-жегінде уклон жасайтыны ол оң жақ. Үнемі оң жаққа уклон жасайды. Сол жаққа кейде жасап тұрады, бірақ стрессовый ситуацияда бір ұтылып бара жатса, жеп қойса ударларды, ол оң жаққа лақтырады. Міне өздерің көріп тұрғандай, Илья Топурияның мынандай финттарынан қай жаққа қашатынын қараңдар. Міне оң жаққа. Міне екінші рет тағы оң жаққа. Сосын оң жақпен тағы бір сабап жіберді Илья Топурияны. Үнемі бір орында тұрып қалып жатты Илья Топурия. Неге үйтіп тұрды? Тым түсініксіз. Он наклоняется в правую от себя сторону. Естідіңдер ғой, оның ағасы секундант осы мезетте айтқан болатын. Гейджи үнемі оң жаққа қашуда, сол жақты көзде деп ағасының өзі айтып отты. Ал мынау Топурияның бірінші раундтан кейін ғана түрі. Ешкім бұлай Топурияны сабаған жоқ. Өзі сол ударларға, джебтерге ұшып барды. Басын дәл сол жаққа тигізіп тұрды. Неге тигізіп тұрды? Дым түсінбедім. Мақұл, бірінші раундта тупить етті жестко, бірақ жақсы ударлары да болды, жақсы мезеттері де болды. Менімше, осы жекпе-жекті көргеннен кейін түсінгенім, Топурия бір нокаутты қатты қалады. Асықты сол сәтке. Бір
немесе екі бір ударға қатты сеніп соған күшін салған болатын. Бірақ Джастин оны жеп қойды, талған жоқ және ыңғайсыз қашатын болды. Сондықтан ол Тупурия оған жете алмады. Бірақ та оң жаққа үнемі қашатынын қолданып, алдап, финт жасап, жаңағыдай қашқан кезде аяқпен хайкик немесе бір апперкот жасаса құлайды Джастин Гейджи. Неге олай Тупурия жасамады белгісіз, бірақ бұл келісілген жекпе-жекке ұқсамайды. Бірінші раунд мүлде ұқсамайды. Пытается, конечно, агрессивно. Міне, И нет. екінші раунд өте әдемі болды. Мынау пичинге ұрған соққысы өте әдемі болды Тупурияның. Ол нокаутқа жібере алмағандықтан, ол ары қарай басты көздей алмағандықтан ары қарай корпусқа ұра бастады. Корпусқа ұрып, печінін осы екінші раундта әдемі отырғызды. Оны Гейджидің өзі де мойындайды, екінші раундтан кейін маған әдемі ұрған болатын деп бапкерлеріне. Тағы бір қарайық. Пытается, конечно, Өте әдемі. Сол қолымен дәл корпусқа. Одан кейін не? Одан кейін үстіне топ маунтқа жатады Тупурия. Енді қайтадан тағы да бір сабаудың орнына ол неге армбарды іздеді, мен мүлде түсінбедім. Иә, оның күресі жақсы, Тупурияны мойындау керек. Бірақ күреске мүлде осы жекпе-жекке салынған жоқ, бекер салынған жоқ. Күреске салғанда әбден жеңуі мүмкін еді, джептерді жей бермей тейкдаунға барған кезде. Сөйтіп, жақсы корпусқа печенге удардан кейін іздейді армбарды, оны жасай алмайды. Сосын не, міне көтін ескетеді, білгенін істейді. Бірақ бітіре алмайды. Екінші раундта ақыр соңында үстіне отырып алады, жатып алады. Және Дана Уайтқа қарайды осы мезетте. Және тағы да бір айтуға болады, иә. Ой, ол Дана Уайт аяқта айтып жатыр, бітірме деп. Сол үшін ол Тупурия бітірген жоқ, ақша оған көп берді, анау мынау дегендей. Бірақ та мен өйтіп ойламаймын, бұл Тупурияның қателігі. Бұндай бір барлығын келістіріп, так, сен бірінші раундта бейт, сосын екінші раундта мен саған корпусқа ұрам, бірақ мен сосын бітірмеймін ол бойды, сосын үшінші раундқа көшеміз, ояқта мен таяқ жеймін, сөйтіп төртінші раундта мен шықпаймын деп қоя салам деп. Ондай бір келісілетін мүмкін емес жағдай ол. Сондықтан ондай бәрі келісті деп айтуға болмайды. Бұл жай ғана сәйкестік, сол жаққа қарап тұрған, бірақ көбісі сондай әңгіме айтады. Мен сенімдімін, аяқта Дана Уайт бір бәле айтып жатыр деп. Әрі қарай екінші раунд бітеді. Бұлай айтқанда екі раундты Тупурия алды деп айта аламын. Осы екінші раундта ол барлығын салады, бітіргісі келеді, бірақ сонда да неге төменде жатқан кезде, топ маунтта тұрған кезде оны соққымен жаудырып бітірген жоқ. Соны түсінген жоқпын Тупурияны. Әрі қарай үшінші раунд бітті. Осы мезеттен бастап Тупурия жайлап өшіп бастайды. Міне, неге ударды жеп тұрмын, түсінбедім. Тағы бір қарайықшы. Бір орында тұрып, ұра ғой мені деп тұр ғой. Мінеки. Келіп тұр, міне бүйтіп алып. Ұра ғой мені деп. Бір удар жеді, екіншісін жеді, болды, құлады. Жептен кейін міне двойка кетті оған. Әрі қарай тоңқайып енді жата қалды. Гейджи үстінде, әрине ол да бітіре алмайды ештеңке, ол күрестен мүлде хабары жоқ, одан сұрамаса да болады. Әрі қарай не істейді? Әрі қарай Тупурия қашып бастайды. Үшінші раунд мүлде бір 8-де беруге болатын еді Гейджиге. Тупурия мүлде өзіне ұқсамады. Өте қатты, өте көп тұрып қалды бір орында. Мүлде соққы жасаған жоқ. Өте желаниясы болмады төбелесуге. Әрі қарай үшінші раунд бітеді, ол ағасына көзім көрмейді дейді. Оң көзім мүлде көрмейді деп бастайды. Сосын дәрігер шақырады ағасы әлбетте, және дәрігер оған болды жалғастырма деп айтады. Бірақ жоқ, міне естісеңдер болады. We can't see with these eyes. Мына көзбен көре алмаймыз деп тұр. Және дәрігер оған болды жалғастырма десе, жоқ, мен жалғастырам. Егер жалғастырғың келсе, онда көзім көрмейді деп не үшін айттың? Тағы түсінбедім Тупурияны. Әрі қарай мақұл, рұқсат берді. Дәрігер төреші рұқсат берді. Төртінші раунд кетті.
Мінекей. 4-ші раундта тағы да апперкоттан кейін мына жаққа сала алмадым. Гейджидің апперкотынан кейін қайтадан Топурияның оң көзі кетеді. Енді мүлде көрмейді десе болады. Оң көзінің қажеті де жоқ. Өзін ұстап тұрғанына қарасандар болады. Болды, 4-ші раунд енді сабайды деп ойлаймыз, бірақ та 4-ші раундта да Топурия кішкене өзін көрсетіп бастайды. 4-ші раундта шыдамдылығы өшіп қалды деп көбісі айтады. Выносливости жоқ. Жоқ, выносливости бар болды. Соққылар лақтырып тұрды. Гейджиді жайлап мінекей көргендерінде және де күреске де апарып тұрды, бір тейкдаун жасаған естерінде болса. Выносливости бар. Бірақ тактикасы дұрыс емес болды. Тым қатты 1-ші раунд пен 2-ші раундқа салынып қойды. Сондықтан 3-ші раундта кішкене бір өзіне сенімсіз болып қалды ма, көп орында тұрып қалып, біраз жеп қалған болатын. 4-ші раундта жайлап қосылды, бірақ бәрібір де осал кетті. Күресін баяғыдан бері 1-ші раундтан бастап қосқан кезде күреспен ақ жеңуге болатын еді Гейджиді. Мінекей, Гейджи түк істей алмай тұр күресте. Әйтеуір бейтіп шығып кетеді, бірақ Топурия кішкене басынан салынса, күреске алып кететін еді. Одан кейін болды. 4-ші раунд бітеді және Топурия болды, шыға алмаймын, жекпе-жекті тоқтатыңдар деп ағасын айтады. Все, мы останавливаем бой. Мы останавливаем бой, говорит секундант Топурии. Поединок закончен, Гейджи победил. Гейджи осылай чемпион болады. Холлоуэйден нокаутпен ұтылған. Ал Холлоуэйді Топурия кезінде нокаутпен жеңген. Және Топурия Гейджидан ұтылып қалады. Бұл қалай мүлде түсініксіз, және UFC-де бұндай ережелер ойнамайды. Анадан ұтты, мынадан ұтты. Онда болды, мынаумен ұтады ғой, анадан жеңілді ғой дегенде ондай системалар мүлде жұмыс жасамайды. Мүлде келісілген жекпе-жек деп ойламаймын. Гейджидің толықтай еңбегі 37 жасында осылай жеңіп тұр, өте әдемі, нағыз чемпион. Ал Топурия болса жанып кетті, қатты бір ударға салынып қойды. Көп тактикасы мүлде дұрыс болмады. Өзіне ұқсамады, өзіне жеңілді 1-ші орында. Реванш болып жатса өте қызықты. Реваншты менің ойымша, егер де Топурия өзін дұрыстап алатын болса, өзін қолға алатын болса, жеңеді деп ойлаймын. Хабиб Нурмагомедов кезінде ең қатты соққы Гейджида деген болатын. Міне, бірге тыңдайық. Justin Gaethje, last fight. Nobody hit harder than Justin Gaethje. Сондықтан Гейджи расымен өте мықты жауынгер. Оны мойындауымыз керек. Ал Перейра мен Ганның жекпе-жегі. Мен айтқанымдай Ган жеңді болжам бойынша. Перейра өте баяу болды. Ондай ударға соққыға дайын болмады, ауыр салмақтағы. Және Джон Джонстың реакциясы. Джон Джонс кезінде Сирил Ганды өте оңай жеңген болатын, сондықтан Перейраны бытыштың шығарады деп айтайық сыпайы түрде. Сондықтан олар екеуін салыстырудың мүлде қажеті жоқ. Вот Нгану мен Джон Джонс өте қызықты болатын еді. Енді Перейра Пакью Джош Хокетпен шығу керек деп өз басым ойлаймын. Бұл жекпе-жек өте қызықты болады. Сонымен осы. Ал сендерге қай жекпе-жек ұнады? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған мен Иманғали, Солайде арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Және қалай ойлайсыңдар, өздерін Топурияға ақша көп беріп ол сатып жіберді ма бойды, немесе барлығы шындық рас болды ма? Комментарияға оны да жазып кетіңдер, бірге сөйлесейік. Аман болыңдар.